Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жау жүрек деген қазақтың ұлттық тағамын өз вариантында пісіріп көремін. Ол үшін бізге керек бауыр, гречка, тұз, бұрыш қалауынша және де қойдың немесе ешкінің іш майы, чеснок, пияз керек. Ең алдымен бауыр етін мясорубкадан өткізіп алдым. Содан кейінгі кезекте жарты пиязды алып, ұсақтап, төртбұрыштап ұсақтап турап, табаға кішкене май құйып, қызып тұрған отқа жақсылап тұрып қызарғанша қуырып аламыз. Міне менің пиязымды қуыруға қойдым. Ендігі кезекте дәмдеуіштерін, бұның ішінде менде бұрыш, тұз және де приправалар. Содан кейін кезекте гречканы салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен мына жерде гречканы қолданған себебім, менде гарнирде гречка, сондықтан кішкене гречканы қосуды жөн көрдім. Және де 2 сарымсақты уақыттап турап, жаңағы бауырымыздың үстіне салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей бауырымыз дайын болып қалды. Енді осының үстіне қуырылған пиязымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте қойдың немесе ешкінің іш майын алып, осылай төртбұрышты өзімізге ыңғайлы қылып бөлеміз. Өзіміздің қалауымызша осылай бөліп аламыз видеодағыдай. Және де осы бөлшектерге жаңағы дайын болған бауырымызды салып, жақсылап тұрып ораймыз. Еш қорықпай, осылай шашылып қалады деп, ашылып қалады деп ойламай орай беріңіздер. Қалай сізге ыңғайлы, солай орайсыздар. Мен осылай орап қойдым. Міне осындай менде бауыр пайда болды. Майға оралған. Достар, негізінен бұл қазақтың ұлттық тағамының оригинал рецепті. Өте менің жасап жатқан рецептімнен басқаша. Егерде интернетті ашып қарасаңыз, оны басқаша жасайды. Мен сәл өзгертіп, өзімнің вариантымда жасап жатырмын деп айттым сіздерге. Міне осылай қалауынша жасап шығасыздар. Менде кішкентай бауыршалар, яғни жау жүрек бауыршалар пайда болды деп айтсақ болады. Ал негіз оригинал рецептінде оны үлкен іш майға шұжық сияқты қылып, үлкен кусоктарға бөліп, бауырды үлкен қылып орайды. Міне менің жасаған жау жүрек бауыршаларым дайын болып қалды. Енді бұларды қызып тұрған отқа, табаға май құйып, жақсылап тұрып қуырамыз. Екі жағын әбден жақсылап майға қуырып алғаннан кейін үстіне жарты кесе су құйып, кішкене тұз салып, бір 15-20 минутқа осылай суға пісіріп аламыз. Міне біздің жау жүрек тағамымыз пісіп, буға пісіп шықты. Осылай дайындалады. Бұл жау жүрек деген тағамның бірнеше мағынасы бар, бірақ көп жерлерде жау жүрек, жауынгерлер деген тіркес ретінде қолданылып, бұрынғы ата-бабаларымыз, батырларымызға, біздің осы жау жүрек жауынгерлерімізге ұсынған тамақ ретінде тарихымызда қалған. Менімен болғандарыңызға рахмет. Егер рецептім ұнаса, маған лайк басып, подписка жасап қолдап жіберіңіздер.